Баршаларыңызға қайырлы күн, құрметті серіктестер. Менің есімім Бексұлтан және сіздерді бүгінгі сіздердің жаңа бастауларыңызбен таныстыратын боламын. Мэрин Хиллс компаниясында тіркелген бизнес серіктестеріне арналған эксклюзивті бағдарлама. Барлық біліктілік сыйақыларды қайтадан жинаңыздар. Сенің жаңа бастауын бағдарламасының бірегей мүмкіндігі және қалыпты тәжірибе бұл премиалды план бойынша біліктілік сыйақыны бір рет қана алу болып табылады негізі. Бірақ та біздерде сіздердің жаңа бастауларыңыз, егер сіз бағдарлама әрекет еткен кезеңінде премиалды жоспар шарттарына сәйкес өзіңіздің жеткен ең жоғарғы статусты растасаңыз, компания артта қалған барлық статустар үшін барлық біліктілік сыйақыларының жалпы сомасын төлейді. Кім қатыса алады және қашан бастау керек? Қатысушылар компанияда 2026 жылдың 1 ақпанына дейін тіркелген бизнес серіктестер. Бұл өз статусына жеткен және командасы бар кәсіби мамандар. 2026 жылы ақпаннан 2026 жылдың шілде айы аралығы осы бағдарламаның әрекет ету кезеңі 6 ай болып табылады. Біліктілік сыйақылардың жиынтық көлемін алу үшін сіздерге 4 қадам жасау керек. Бірінші қадам ол фиксация. Әрбір серіктес үшін ең жоғары қол жеткізген статус бекітіледі. Екіншісі ол бізде активация. Бағдарлама әрекет ететін кезеңдегі кез келген айда премиалды жоспар шарттарына сәйкес өз статусыңызды растау үшін талаптарын орындаңыз. Сол ай растаудың бастапқы айы болып табылады. Үшіншісі бізде подтверждение. Премиалды жоспарға сәйкес статусыңызды қажетті кезеңдер саны бойы сақтаңыз. Төртіншісі ол бізде яғни награда. Барлық алдыңғы статустар үшін бір реттік төлемді негізгі шотқа алыңыз. Растау ережелері сіздің статусыңызға байланысты. Мысалы, былай қарап отырсаңыздар, бронза менеджерінен платина менеджеріне дейін сіздерге қатарынан статусты растаудың реттілігі болады. Растау айлары бірінен кейін бірі үзіліссіз өтуі тиіс. Икемді кесте бұл яғни бізде директор, жемчужный директор, рубиновый директор, сапфировый директор, изумруд, бриллиант және вице-президент статустарына арналған. Белгілі бір кезең ішінде айларының белгілерін санын растау. Статустарға көз жүгірте кетейік. Бізде менеджер мысалы 200 PV жасай отыра менеджер бола алады. Бронзовый менеджер бізде 400 PV, серебряный менеджер бізде 800 PV, золотой менеджер 2000 PV, платиновый менеджер 4000 PV. Байқап отырсаңыздар, бұл жерде бізде выращивание жоқ. Енді директордан жоғары бізде выращивание бар. Ол директор болу үшін сіздерге бір платиновый менеджер керек астыңызда. Жемчужный директор болу үшін сіздерге 20 000 PV және 3 платиновый менеджер. Жалпы структурада 5 платиновый менеджер керек. 3 әртүрлі уровеньда. Осылай әрбір статусты сіздерге растауларыңыз қажет. Маңызды шарттар мен шектеулер, кіру айын анықтау. Статусқа біліктілік басталатын бірінші ай ақпаннан шілде айына дейінгі кезеңде. Максималды қол жеткізілген статусты алғаш рет растаған ай болып есептеледі. Бір мүмкіндік ережесі. Бағдарламаға тек бір рет қана қатысуға болады. Бағдарламадан шығарылу қаупі. Егер сіз статусты растамасаңыз, яғни қатарынан шартты бұзсаңыз, немесе қажетті ай санын белгіленген мерзімде жинап үлгермесеңіз, сіз бағдарламадан шығарыласыз. Сіз сенің жаңа бастауын атты жиынтық төлемге деген қолыңызды жоғалтасыз. Және премиалды жоспардың стандартты шарттарын өтесіз. Статус бойынша жиынтық төлемдер. Қарап отырсаңыздар, бронзовый менеджерді жабу үшін сіздерге 2 ай өздеріңіздің статустарыңызды растау қажет.
2 ай растаған кезде сіздерге 23.400 төленеді. Солай әрбір статустың мына жерде экранда қарап отырсаңыздар, әрбір статустың бізде айлық растаулары бар. Platinum менеджерін жабу үшін сіздерге 3 ай растау қажет. 3 ай растасаңыздар, сіздерге компания тарапынан 374.400 теңге төленеді, және де алдындағы статустардың барлық сыйақылары төленеді. Енді қарасаңыздар, бізде жемчужина директоры бар, NGO директоры дейміз. Бізде 2.012.400 теңге. Сіздерге 4 ай, 6 айдың ішінде растауларыңыз қажет. Мысалы, бізде сіздерге 6 ай беріліп тұр, ол ақпан мен шілде арасында. Осы ақпан мен шілде арасында сіздерге міндетті түрде 4 айын растауларыңыз қажет. Расталған жағдайда сіздерге осы NGO директорына дейін барлық сыйақыларыңызды негізгі шоттарыңызға төленеді. Келесі қарасаңыздар, бізде мысалға изумрудный директор, ол бізде 26.582.400 теңге. Сіздерге 1 жылдың ішінде, 12 айдың ішінде 6 ай осы өздеріңіздің статустарыңызды растау қажет. Бірақ бір назар аударайық, сіздерге міндетті түрде осы 6 айдың ішінде 1 рет өздеріңіздің тауар айналымдарыңызды растауларыңыз қажет. Ең қазіргі қандай статустасыздар, сол статустың тауар айналымын растауларыңыз қажет. Табыс сценарийсіне тоқталатын болсақ, мысалға қараңыздар, золотой менеджер. Золотой менеджер бізде 2000 PV, ол яғни үздіксіз 2 ай растау қажет. Ол бізде мысалы март, апрель айын алайық. Егер де осы 2 ай үздіксіз жасасаңыз, сізге осы золотой менеджерға дейін, ол бізде бронза менеджері, серебро менеджері, және де тағы да алтын менеджері статустары үшін жиынтық біліктілік сыйақыны аласыздар. Екінші нұсқасы ол бізде директор статусы. Осы ақпан айынан шілде айына дейін, мысалы, сіздерде 4 ай растауларыңыз қажет. Яғни 1 ай немесе 2 ай сіздер өткізіп, қалған 4 айын міндетті түрде жасау керек. Осыны жасасаңыздар, онда сіздерге барлық осы директор статусына дейін біліктілік сыйақы қайтадан түсетін болады. Сценарий роста дейміз, яғни статустарыңыздың көтерілуі. Үшінші пример, яғни директорсыз қазіргі кезде Рубин директорына серпіліс жасау. Бірінші ақпандағы жағдай бойынша ең жоғарғы қол жеткізілген статус ол директор деп есептейік. Және де сіз ақпан, сәуір айында Рубин директорының статусы ашылады, егер де сіз 40.000 PV жасасаңыз. Нәтижесі растау кезеңі бізде 9 ай, 6 ай осы кезең ішінде жасау керек. Рубин директорына дейінгі барлық статустар бойынша біліктілік марапаттың жалпы төлемі сіздерге төленетін болады. Растау кезеңі бізде 9 ай. Яғни сіз сәуірде бастадыңыз, сәуірден сіздерде желтоқсанға дейін уақыт бар. 9 айдың ішінде 6 айын орындау керексіздер. Нені есте сақтау қажет? 4-ші мысалға келетін болсақ, бұл бізде платина менеджері. Бұл жерде қарасаңыздар, міне наурыз айын 4000 жасаған, сәуір айын 4000 жасаған, мамыр айын 2000 жасап қойды, 4000 жасай алған жоқ. Бұл кезде үздіксіз тауар айналымды растау бұзылады, және де сіздерге сыйақы төленбейді. 5-ші мысалға келейік, ол бізде вице-президент, ұзақ мерзімді стратегиясы. Мысалға қараңыздар, сіздер осы ақпан басталды, сіздердің 1-ші ақпандағы жағдай бойынша ең жоғарғы қол жеткізілген статус рубиновый директор болды. Шілде айында сіз вице-президент статусына шыққыңыз келеді. Мысалы, осы 6 айдың ақпан мен шілде арасында сіздерге 1 айын осы 600.000 PV жасау керек. Және де растау кезеңі 12 ай. 12 айдың ішінде сіздер 6 айын растауларыңыз қажет. Бұл жерде ең басты назар аударатын мысалдағы міне қарап отырсаңыздар, осы
Ақпан мен шілде арасында міндетті түрде сіздерге осы тауар айналымды жасап үлгеру керексіздер. Сол кезден бастап сіздерде 12 ай басталады. Сенің жаңа бастауын бағдарламасына қатысу сізге не үшін қажет? Ол біріншісі бізде табыс. Жаңа премиалды жоспарға барынша табысты өту, көшбасшылық, сіздің жеке нәтижеңіз команда үшін және үздік үлгі, иә, жаңару жолынан бірінші болып өтіңіз. Үшіншісі бізде кәсібилік. Ең жоғарғы қол жеткізілген статусыңызды іс жүзіңізде растаңыз және лайықты мойындауға ие болыңыз. Сіздің жаңа бастауға дайынсыз ба? Бірінші ақпанда жеке кабинетке кіріп, максималды қол жеткізілген статусыңызды тексеріңіз. 2026 жылдың ақпан-шілде айлары аралығында статусқа жету жоспарын құрыңыз. Әрекет етіңіз, күн сайын нәтижелеріңізді талдап, қажет болған жағдайға іс-қимыл жоспарларыңызды түзетіңіз. Сенің жаңа бастауын барлық біліктілік сыйақыларды қайтадан жинаңыздар, достар. Бұл үлкен мүмкіндік компания тарапынан. Сондықтан сіздерге барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Осы мүмкіндікті жіберіп алмай, барлық сыйақыларыңызды жинап үлгеріңіздер.